Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін сіздермен бірге Мұқағали Мақатаевтың Аққулар ұйықтағанда поэмасына арналған тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Оқушылар, сабақты міндетті түрде соңына дейін көріңіздер, және де егер менің YouTube арнама тіркелмесеңіздер, немесе менің алғашқы көрермендерім болсаңыз, онда міндетті түрде менің YouTube арнама тіркеліп кетіңіздер. Және де оқушылар осындай сабақтар жыл соңына дейін жалғасын десеңіздер, онда мен ұсынған, мен көрсеткен әр видеоға лайк басып, комментарий жазып, қолдай отырыңыздар дегім келеді. Ендеше тапсырма орындауға кірісейік. Бірінші тапсырма Мұқағали Мақатаевтың өмірі мен шығармашылығына байланысты шағын зерттеу жүргіз. Зерттеуде ақынның поэмаларының тақырыптары мен негізгі идеясы, көркемдік ерекшеліктері туралы мәліметтер келтір. Енді сіздерге ақынның поэмаларын атап өттім бұл тапсырмада, және де екі поэмасының қандай идеясы бар, қандай сюжетке құрылған, соның барлығын қысқаша түсіндіріп өттім. Енді назар салып оқысаңыздар болады, және де әлеуметтік желілерден болсын, кітапханалардан, энциклопедиялардан болсын, осы тапсырмаларды әрі қарай толықтыруларыңызға болады. Поэманың толық нұсқасын хрестоматиядан оқы. Эпилог пен прологтың поэма мазмұнын ашуда қандай рөл атқарып тұрғанын айт дейді. Енді оқушылар, осы жерде айта кетейін, сіздерге ұсынылып отырған тапсырмалардың барлығы поэманың толық нұсқасы бойынша талданып түсіндірілген. Сондықтан егер сіздердің кітаптарыңыз бен менің тапсырмаларымның арасында айырмашылық болатын болса, осыны назарларыңызда ұстаңыздар. Енді эпилог пен прологқа келетін болсақ, өткен сабақтарымызды да айтып жүрміз, пролог пен эпилогтың не екенін. Пролог дегеніміз бізде шығарманың басталуы, кіріспесі болса, эпилог дегеніміз бұл шығарманың қорытынды компоненті. Енді бізде эпилогымыз өзі шығармада анық көрсетіліп тұр, енді бізге прологты табу керек. Прологымыз біздің мынау: өзенде жоқ сыймаған арнасына, жылға да жоқ даламен жалғасуға, таста тұнған жаңбырдың тамшысындай қалай біткен мына көл тау басына, беу дүние аққулар оралғанда, айдың көлдің иесі жол алғанда, жетісіп бір жетім көл қалушы еді-ау. Сондай тұғын аққулар, сондай тұғын, асығыстық оларда болмай тұғын, қомағай көк тамдар секілденіп, жалп беріп жағаға кеп қонбай тұғын. Сондай тұғын аққулар, сондай тұғын, ақ мүсін айдынға кеп орнай тұғын. Енді бұл прологымызда, бұл өлең жолдарында біздің жетім көлді суреттеген, жетім көлдің қандай әдемі көл екенін, жетім көл өзінің аққулармен қандай керіле аққан, сондай жағасын жазық аққан, жағасы сондай ормандармен, шыршалармен толыққан, бұл жетім көлде керіле, кербездене жүзген аққулар қандай әдемі суреттелген. Бұл жетім көлде ешқандай мін табылмаушы еді. Аспанмен тілдескен Алатаудың өзінің баурайында астасып жатқан бұл жетім көл көрген көзді қалай сүйсіндіреді. Бұл бізде пролог болатын болса, енді эпилогқа қараңыздар. Енді эпилогқа қарасаңыздар, орнында екен жетім көл жоғалмапты, ортаймапты немесе толалмапты, жағалауын жауыпты жасыл жалбыз, қасиетті аққулар оралмапты дейді. Енді бұл эпилогымызда жетім көлден сән кетті, жетім көлден сұлулық кетті. Мына прологымызда көрсеткендей жетім көлде керіле кербездене жүзген аққулар енді жоқ. Табиғаттың ханшайымы атанған, сондай ерке құсымыз, аққу құсымыз енді жетім көлге оралмайды. Жетім көлден қасиет кетті, жетім көлге қасірет келді деп осылай эпилогымызды көрсетсек болады. Пролог пен эпилог сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Үшінші тапсырма: ақынның табиғатқа деген махаббаты қандай сөздермен берілген. Табиғаттың сұлулығын беретін сөздерді тауып, мағынасын түсіндіріңдер. Кейіптеулерді тауып, табиғат бейнесін ашудағы олардың орнын айтып беріңдер дейді. Енді ақынның табиғатқа деген ерекше сезімнің барлығы қалай бейнеленген сіздерге талдап ашып көрсеттім. Енді біздерге кейіптеулерді табу керек. Бұл кейіптеу дегеніміз оқушылар жансыз нәрсеге адам қалпына келтіріп жан беру, суреттеу, бұл бізде кейіптеулер деп аталады екен. Енді бұл тапсырмадағы, үшінші тапсырмадағы кейіптеулер бізде бірінші бөлім бойынша, поэманың бірінші бөлімі бойынша талданған. Сондықтан назар салып қарасаңыздар екен. Және де
Оқушылар тағы да айтам, сіздердің кітаппен мен орындаған тапсырмалардың арасында айырмашылық. Төртінші тапсырма поэманың екінші бөліміндегі оқиғаның өрбуіне назар аударыңдар. Ақын ананың психологиялық жағдайын қалай берген, ана не себепті аққуды атуға бел байлады. Бесінші тапсырма поэмадағы негізгі драмалық тартысты анықтап, оның поэма идеясы мен пафосын ашудағы мәнін түсіндіріңдер дейді. Енді біздің поэмамыздағы негізгі драмалық тартыс мына жерде көрінеді. Мана күндіз тәуіп шал не деп кетті, әлде тірік, әлде шын демеп кетті. Аққу менен баланы аластаңдар деді дағы жайымен жөнеп кетті. Тұрсаңшы, таяу қалды таң атуға, неткен жансың санасыз жаратылған. Манағы тәуіп шалдың айтқан сөзі ұмытылып кетті ме санатыңнан? Айналайын аққудың қанатынан, қайтеміз, ол да адамға бола туған. Жетімгүлге барып қайт таң жамылып, таң атқанша қалайда тауға ілік. Біреулердің көзіне түсіп қалып, дүрліктірме жұртыңды салма бүлік. Кім білсін, мүмкін бәрі жалған үміт. Апырай, қалай барам, атармын аққу құсты қалай ғана, айдынның аққулары ұйықтағанда өрген мал өскен жырша байлаған, барлығы қасиетке қарайлаған, оқ атам қасиетке қалай ғана, бармаймын, бара алмаймын, қалай барам. Жалғыз ұлдан артық ба жалған бәрі, балам өлсе бақыттың керегіне, топан су басып кетсін қалғандарын, перзент сұрап несіне армандадың, құрысын онсыз сенің жанған бағың, мылтықта кел, ат жалған бәрі. Енді осы драмалық тартыстың негізінде бұл өлең жолдарының негізгі идеясы аққудың қасиетін ұғындыру, табиғатты аялау деп айтамыз. Енді бізге пафостарды анықтау керек. Оқушылар пафос дегеніміз құлшыныс, асқақ рух дегенді білдіреді грек тілінен аударғанда. Және де пафостар қаһармандық, лирикалық, сатиралық, сентименталды және романтикалық деп бөлінеді. Қаһармандық пафос дегеніміз ерлікті, қаһармандықты білдіретін пафос түрі. Лирикалық пафос дегеніміз адамгершілік қатынастың болуы, адамның күйзелісі суреттеледі. Драмалық пафоста кейіпкерлерді ерекше қайғы, қасіретке ұшырату арқылы бейнелейді. Сатиралық пафос дегеніміз қоғамда болып жатқан нәрселерді келеке, әжуа етіп көрсету. Сентименталды пафос дегеніміз жанашырлық сезімі, өзінен әлсіздерге көмек көрсету, ал романтикалық дегеніміз асқақ сезімдерге ұмтылу деп аталады. Тапсырма төмендегі қарамен жазылған өлең жолдарының мағынасын түсіндіріңдер. Жетінші тапсырма берілген шумақтарды мәнерлеп оқып жаттап алыңдар дейді. Сегізінші тапсырма үзіндіні тыңдап, теңеу, эпитет, кейіптеу, метафораларды жазып ал. Енді бұл жерде тыңдалымға арналған тапсырмалар болғаннан кейін, енді менің қолымда бұл қандай үзінді екені белгілі болмай тұр. Сондықтан бұл кейіптеулерді, теңеуді, эпитет, метафораларды поэманың толық бөлімі бойынша талдап сіздерге көрсеткен болатынмын. Міне оқушылар, сіздермен бірге Мұқағали Мақатаевтың Аққулар ұйықтағанда поэмасына арналған 1-8 аралығындағы тапсырмаларды орындадық. Бұл тапсырмалармен шектелмейміз. Бұл біздің Аққулар ұйықтағанда поэмасының бірінші бөліміне арналған тапсырмалар. Және ертең келесі сабақта 9 пен 15 аралығындағы тапсырмаларды бірге тағы да орындайтын боламыз. Ол бізде екінші бөлім ретінде саналады. Сондықтан сол екінші бөлімді жаңа сабақта жіберіп алмас үшін оқушылар міндетті түрде менің YouTube арнама тіркеліп қойыңыздар, және де қоңырауды да басып қойыңыздар. Өйткені жаңа сабақ шыққан кезде сіздерге ең бірінші болып барады, және де сол сабақтардың ең алғашқы көрермені бола аласыздар. Бүгінге осы, баршаңызға сәттілік тілеймін. Және де оқушылар, мен Аққулар ұйықтағанда поэмасының ауызша түрін, сабақтың ауызша түрін түсірген болатынмын. Сол сабақта осы видеоның төбесіне белгілеп қоямын. Сол белгілеп қойған сабақтың үстінен басу арқылы ауызша түсірілген сабақты көре аласыздар. Ол жақта да өте жақсы мәліметтер айтылған.